Солтүстік Қазақстанда тасқыннан зардап шеккендердің бірде-біреуі үйсіз қалған жоқ. Түгел баспанамен қамтылды. Кеше соңғы 173 отбасы жаңа қонысқа көшті. 3-4 айда Петропавлдың іргесінен Бірлік ауданы бой көтеріледі. Жаңадан 700 үй салынады. Кешірім сұраймын, мұнымен қоса тағы 1300-ден астам отбасыға екінші нарықтан пәтер сатып алынды. Толығырақ теріскейдегі әріптесіміз Самат Қайырденұлы тарқатады. 70 жасқа таяған Әлима Жаманғұзованың бұрынғы баспанасын көктемде су басты. Бар дүниесінен айырылған ол осы күнге дейін туған туыстарын паналап келген. Енді міне 3 бөлмелі су жаңа баспана бұйырды. Зейнеткер болашақта бау-бақша егіп, мал ұстауды жоспарлап отыр. Менің өзімнің інім үйсіз қалған, сеңнім үйсіз қалған, қызым үйсіз қалған. Бәрі де міне алды. Мен ғана жалғыз қалдым, енді бүгін мен алып отырмын. Біздің үкіметімізге үлкен рахметімді айтамын. Қиын болды ғой су басқанда? Өте қиын болды, өте ауырып та қалдық. Енді қазір бақыттымын енді. Енді балаларымен бақытты осы үйде өмір сүремін. Көктемгі тасқын кезінде өңірде 4000-ға жуық баспана бүлінді. Оның жартысына жуығы бұзылып, қалғаны жөнделді. Мұнымен қоса 1300-ден астам отбасыға екінші нарықтан пәтер сатып алынды. Қала іргесінде Бірлік шағын ауданында айналасы 4-5 айда 700 баспана салынды. Бүгінде құрылыс жұмыстары толық аяқталды. Енді қалада бүлінген бөгеттер ретке келтіріледі. 100% президенттің тапсырмасы осы Солтүстік Қазақстанда орындалды. Зардап шеккен кісілерге тиісті көмек көрсетілді. Инфрақұрылым бұл жақта барлығы бар. Су бар, электр энергиямен қамтамасыз етілген, қаржы бөлінетін болады. 1,5 айдың ішінде осы облыста тиісті дамбалар, бөгеттер бой көтереді. Зардап шеккен жандарға тұрмыстық техника жиһазда табысталды. Әрі жаңа Бірлік ауданында учаскелік полиция пункт ашылды. Енді жыл соңында балабақша пайдалануға беріледі. Ал келесі жылы жолдарға асфальт төселіп, 600 балаға арналған мектеп салынады. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Ерлан Кәрібай, Жібек жолы.